Әлди, 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 ақ бөпем. Енді даусым керемет емес, бірақ сонда да бүгін сіздерге осы бесікке жатқызу дұрыс па, дұрыс емес па, соны айта кетейін деген ой келді. Мен балалар массажисті Ұлдан Нұргелді қызымын. Каждый видеомда айтып отырам, егер естеріңізде қалса. Сонымен бесікке екі қызым да жатты. Біріншісінде дисплазия болып қалды. Оны қалай? Мен бесікке дұрыс жатқызуды білмеген. Біздің енеміздің үлкендердің айтуымен жатқызамыз. Баланың аяғын қосып, қазір мен сырып жіберейін. Так, баланың аяғын шүмекке мына жерге кіргізгеннен кейін қосамыз. Содан кейін оны тартып байлап тастаймыз, дұрыс па? Тартып байлап тастаймыз мына жерін. Ал ұршық болатын болса, дұрыс кірмеген ұршықты қазір видеодан сыртында мына жерге көрсетемін. Осылай мына жамбас сүйекке былай кіріп тұрады ғой. Сіз аяғын ортаға бүйтіп қысқанда былай шығып кетуі мүмкін, дұрыс дамымауы мүмкін. Ұршық дамымай шығып кететін болса, дисплазияға алып келеді. Ал қалай жасаймыз? Так, менде түрін көрініп тұрсын. Так, дұрыс болмайды. Оп, менде түрін көрініп тұрсын. Ал қалай дұрыс жасаймыз? Сіз аласыз. Ой-лай. Қоясыз. Матаны аласыз, орамалыңызды. Арасын сәл жамбас екі өзі былай қосып тұрсаңыз аяғы бітіп қалады. Сол сәл тік тұратындай қыласыз да, мына жаңағы ұршығын ұстап тұратындай матаны былай тіреп қоясыз. Тірейсіз, екі жағына осылай қысып жасайсыз. Сосын мына жамбас жағын негізі жаңағы мынандай жамбасты қатты қысып тастауға болмайды. Аяғының астына былай келтіресіз. Жамбасын тиіспеңіздер. Жамбас жағы сіңірге, ұршыққа әсер ететін жақ, сондықтан осылай жасайсыз. Аласыз, тартатын кезіңізді тартасыз, байлайсыз. Енді жоғар жағына, енді менде вообще қуыршағым енді өте кішкентай болып қалады екен бесікке, сондықтан қолын, как обычно, қолын қатты ұстап байлай бересіз. Сосын бесікке жатқызған кезде мен байқадым, бір үйлерде вообще дәу жастық жастайды екен, үлкен жастықта. Басы көтеріліп тұрмаса, мұрны бітеді. Былай жатады ғой, прям басы. Ол дұрыс емес. Бала тік жатуы керек. Даже бір жасқа дейін балаларға жастық керек емес дейді. Енді мына бесікте жатқаннан кейін басы ауырып қалмасын, өйткені біз кішкене тербетеміз ғой. Сондықтан мен мынандай жастық қолдандым. Кішкене несін азайттым жан-жағындағы, өйткені мына мойны қажайды. Енді бұны алмасаңыздар да болады. Қазір позиционер деген жастық бар, сондай жасасаңыздар болады. Жұмсақ, бір қабат, почти ішінде ештеңе жоқ болатындай жұмсақ, жұқа қылып жастық жастасаңыздар болды. Оны биік қылудың қажеті жоқ. Енді басы шайқалып кетпеу үшін деп. Сосын баланы күні бойы жатқызуға болмайды. Дисплазия қайдан пайда болады? Күні бойы баланың ұршығы былай жатқаннан кейін ол сол сыртқа қарай бетіп шығып кетеді, солай дами береді ғой. Содан кейін дисплазия, жүре пайда болған дисплазия дамиды. Сондықтан күні бойы жатқызбайсыз бесікте. 2-3 сағат жатты ма болды. Аласыз. 4-5 сағат қолда, жерде солай жату керек. Күніне 2-3 рет байласаңыз болып жетеді. Енді бесіктің бір рахат жері, бала тыныш ұйықтайды. Шынымен ана қолы жыбырлап, қайта-қайта оянып кетеді ғой. Енді өзім бесікке жатқыздым, рахатын көрдім. Және бір жаққа баратын болсам бесік іздейтін, өйткені бесіксіз ұйықтай алмайтын. Бірақ кейінірек түнде қасыма алып жататын болдым. Түнде де жатқызып қоймаңыздар. Түнімен бесікте жатады деген басы жалпиып кетеді, басының формасы өзгерген сайын миы, енді басы былай жалпиғаннан кейін ішіндегі ми қайда барарын білмейді, жанына қарай дамиды ғой, общем дұрыс дамымайды. Сондықтан қасыңызға алып қырымен жатқызуға тырысасыз. Қырымен жатқызғанда қалай қоясыз ба? Артына бір мата қойдыңыз ба, құлап кетпейтіндей? Алдына тағы біреуін қоясыз.
алды артын тірегеннен кейін міне матаны қойып жатырмын, алды артына тірегеннен кейін қырымен жатқызасыз. Сонда басы мына жағы да, алды да, арты да. Сосын емізген кезде только мына аяқ ыңғайлы деп мына жаққа енді оң жағынан жатқыз, оң жағынан ал деп енді сондай ырымдарымыз бар ғой. Бірақ екі жағымен де келіңіз. Өйткені баланы емген кезде басы былай қисаяды ғой, осылай қисық мойын дамып кетуі мүмкін. Мына жердегі қисық мойын қалай дамитын, жаңағы қалай кетіретінін астына ссылкаға қалдырып кетемін, оны да көре кетіңіздер. Осылай емізгеннен кейін кейде балалардың бастапқы бір ай, бір жарым айға дейін баланың басы жетпей жатады емізген кезде да. Ол кезде қатты босатып тастамаңыз, қатты байлап тастамаңыз, сәл босатыңызда өзіңізде еңкейіңіз енді бастапқы кезінде ыңғайсыз болады, өзінің басынан өткен. Астынан қолды сәл алып, былай емізсеңіз болады. Енді 30-40 минут бойы емізетін болсаңыз, кейбір балалар солай емеді ғой енді, ол дұрыс емес. Емізіп аласыз, емізіп алғаннан кейін кекірігін шығарып, барып қайтадан бөлейсіз. Әйтсе баланың мойны ауырып кетеді. Егер просто ұйқыға кетіп бара жатыр, бір-екі сорға жетпей тұрған болса, осылай ұйықтатып жатып, емізіп алсаңыз, ол ештеңе етпейді. Сонымен түсінікті болды деген ойдамын. Бірінші қағида, аяғын қатты қыспайсыз, ортаға обязательно бір жұқа орап, екі аяғы қатар былай тұратындай бит қамасын, жамбасы мына жақ болса, битіп қалады ғой, енді ортасын қысқанын. Жай міне ашылып тұратындай болсын. Сосын осылай байлайсыз. Байлағанда жамбасын тура үстінен байламайсыз. Жамбасын тура үстінен байласаңыз дисплазия пайда болады. Бірінші қызында пайда болған. Сондықтан кейінірек қазір видеосын тапсам салып қоям. Вообще аяғын байлауға рұқсат берген жоқ, бесікке жатқызуға рұқсат берген жоқ, бірақ бесікке үйреніп алғандықтан мен бесікке жатқыздым, амалын таптым. Аяғын байлағам жоқ, байласам да бос байлаймын. Аяғы былай талпия, өз балалар ашып жатқан жақсы көреді ғой. Сосын мен шүмекпен байлағам жоқ, себебі 2-3 сағат қана ұйықтатам ғой. Шүмекпен байлаған жаңағы памперсіз жатқызам, кейде негізі қыздарым ұйықтағанда симейтін жақсы қыздар болды. Сол ұйықтағанда қатты симейді, бос жібере салам, кейде памперспен байласам байладым, бірақ памперспен байлағаннан кейін аяқты қысуға болмайды, жан-жағына қажап кетеді. Сондықтан бос қоясыз, байласаңыз байладыңыз, байламасаңыз сәл ұстатып қоясыз, аяғы ашық жататындай памперспен. Сонымен қолын байладыңыз, баланың басы тік жатуы керек. Себебі омыртқасы түзу жаңағы дамуы керек қой. Егер сіз оның басын көтеріп қойсаңыз, былай дамиды ғой, енді басы көтеріп тұрғаннан кейін. Ол кейін Құдай сақтасын өміріне жаман әсерлерін береді. Үшінші жастығымыз. Жастықтың мына мойны қажамайтындай болу керек. Мына мойнында ештеңе болмау керек. Сондықтан жұқа осындай ала беріңіз. Мен өзім мына жерін жұқатып тастағам, бұл жерде почти ештеңе жоқ. Ортасы жаңағы бос, білесіздер, мынандай жастықтарымыз болса, ортасы бос, сонда баланың формасы, басының формасы өзгермейді. Болмаса ортопедический алыңыздар. Сосын жатқызғанда 10 сағат жатқызуға болмайды, ары кетсе 2-3 сағат жатқызасыздар. Қырымен де, былай ішімен де жатуы керек, екі жанымен де жатуы керек, сонда бала дұрыс дамиды. Ішімен көп жатқан бала басын ертерек көтеріледі, ертерек көтерген бала ертерек еңбектейді, жаңағы дамуы өз уақытысымен болады. Сол сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Бастысы балаларыңыз ауырмасын, өздеріңіз ауырмаңыздар. Сосын қатты былай қымтап самаңыздар, былай ашық тұрсын сәл. Ауа кіріп тұрсын. Сау болыңыздар.